Ұзақ өмір сүрудегі әртүрлі іс-әрекеттер біздің қозғап отқан, енді басқа адамдарда. Соның бәрі айналдырып келгенде біреуі 3 жылға ұзартады, біреуі 5-6 жылға ұзартады бір қимылдар, бір әрекеттер. Тәуірлер тағы бір 10 жылға мүмкін ұзартатын шығар. Соның бәрін қосып келгенде тағы да бір 15-20 жылға ұзартуға болады өмірді. Былайша айтқанда, қазіргі неміз 80 жас деп есептесек, мысалға, тағы да 15-20 жыл, ол 95 жылға дейін өмір жасын ұзартуға болады. Бірақ дегенмен бәрібір шаршап жетесің. Жетесің, бірақ дегенмен өзі көрініп тұрады да. Қартайғаның, шаршағаның көрініп тұрады ғой, бәрібір қалай болғанда да. Түріңнен үлкен кісі екенің, және іс-қимылдарыңнан да көрініп тұрады. Қалай болғанда да сен, мысалы 90-95-ке жеткенмен әрең жүреді, адам әрең отырып тұрады деген сияқты. Сөйлеуі де қиындайды. Көрінеді, былайша айтқанда. Ал егер оның бәріне қосымша, егер өзіңнің ішкі ой өрісіңді өзгертсең, көзқарасыңды, ниетіңді, онда әңгіме басқаша болады. Бірақ ол көп адамдарға ақылға сыйымсыз болып естіледі. Мүмкін емес деген бірінші реакция сондай болады. Мүмкін емес ол. Қайдағы деген әңгіме туады, ой туады. Дегенмен, менде де өзімде сондай болды, әрине, біраз жылға дейін. Бірақ уақыт өте осы мәселеге үңіле бере, сондай ойға келдім қазір. Және сенімге келдім. Бәрі ішіміздегі, миымыздағы ой өріске байланысты, көзқарасқа және еркіндікке байланысты. Қазір тағы да айтам, көп адамға түсініксіз нәрселер айтып отқан шығармын, бірақ дегенмен осылай. Сондықтан ең басты мәселе соған тіреледі. Бұл материалдық нәрсе емес. Материалдық нәрседен, іс-әрекеттен ол бөлек. Оны келесі неде айтармыз, пост.